Қазір өте мындай қызық әңгіме болайын деп тұр. Неге мен сиырдың етін қолданбаймын, немесе сирек қолданамын. Сиырдың сүті шипа, майы ем, ал еті кесел дейді. Қазақтарда осындай сөз бар, тіпті хадисте бар екен. Мысалы, диетолог мамандарды сұрасаңыз, сиырдың еті басқа етке қарағанда аллергені жоғары және өте ауыр болып саналады. Сондықтан мен аптасына сиырдың етін бір рет, көп болса 2 рет қана қолданам. Қалған уақыттарда мен тек қана қойдың етін және жылқыны қолданамын. Мысалы, өзіміздің қазақтарды мал шаруашылығын көз алдымызға елестетсек, бізде бұрынғы кезде үйір-үйір жылқылар, үйір-үйір қойлар болады, соны елестетеміз ғой. Ал енді үйір-үйір сиырлар деген сияқты болмаған. Әрине кейіннен бізге басқа да мал шаруашылығы келді, сиыр, түйе деген сияқты. Бірақ бүкіл еттерге қарағанда сиырдың еті майлылығынан, ауырлығынан, аллерген жағынан өте жоғары болады. Сондықтан балаларыңызға, жоқ болмаса сіз өзіңіздің денсаулығыңызды жөндегіңіз келсе, осы етті азырақ қолдануға кеңес беремін. Аптасын 1 рет, 2 рет мүлдем қолданбаңыз деп айтпаймын. Ол етте өте құнарлы, таза болып саналады. Бірақ кішкене басқа етке қарағанда ауырлау. Сондықтан біле жүріңіздер, сіздерге пайдалы ақпарат болсын.